Ал жігіттер, есіміздердің кім болады және де құраманың аты қандай болады? Ченге құрамасы жалпы таныстырып өтсек, Әділбек деген жігіт, Нұрболат капитан, сосын Әбілқайыр, Саят деген, Мейірман. Жайет, бәрекелді, қайдан келдіңдер? Біз Жаңаөзен, Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласынан Ченге деген жерден. Ченге ауылына келдік. Жаңаөзен қаласы. Ченге ауылынан, жайет. Жалпы осы өтіп отырған шара туралы не айта аласыз? Қандай мақсатпен келдіңіз, қандай ниет, қандай сол настроениені айтыңдар? Настроение дейтін керемет кәдімгідей. Өте керемет, бәрі керемет. Бүгін мақсат сол айырып жіберу ғой залды. Барлық команданың мақсаты ғой. Залды айырып, жыртып дейді ғой. Сол күлдірту. Жайет, бәрекелді, рахмет. Ал қыздар, балалар, құраманың аты, есімдеріңізді өзіңізді таныстырсаңыз? Атырау инженерлік гуманитарлық колледжінің құрамасы, яғни АИГИК құрамасы. Жайет, бәрекелді, сіздің есіміңіз кім болады? Сізбен бірге ойнайтын адамдардың есімдері? Менің есімім Нұрлан, команда капитаны Ерғұлан, Ақтоты, Гаухар және Алихан. Жайет, бәрекелді. Жігітте, үнемі сүйсінер ойнаршы. Не болды аяғым бірінші? Керемет болайын, не болды бірінші? Білесің ғой енді, біз үшін сенің орның бөлек қой енді. Біз диванда, сен жерде жатасың. Мұнайлы қаладан Жасыл қалаға сәлем! Оралда алғаш рет біз. Жалпы Орал ескі қала. Ескі қала болғанмен ол өте тез өзгереді. Сен оңайдан білесің. Білмеймін, әйтеуір алдында келген жап-жаңа ұлттық баннерлерін. Көреріз біз үшін қашанда киелі мекен. Бұл ойын біз үшін сәтті болар ма екен? Күлімдесің, күлімдеші. Жігіттер ойланып баранда Шуабигадан алғашын. Қарсыластарымыз екі ойнап кешкен бала. Ел чемпион болған. Олардан ұят болмай ма? Ұят емес, ұялып дайнап тұрдың ба? Құрметті көрермендер, бос тұрғанша менен бір жаңалық болсын. Құдай бетін әр қылсын деген сөз 2003 жылы пайда болды. Неге? Сол жылы Имаш дүниеге келді. Имаш дүниеге келді, үйіндегі атасы ма, әжесі ма бетіне қарап тұр. Құдай бетін әр қылсын, Құдай бетін әр қылсын. Здравствуйте, как настроение, как проходит мероприятие? Может, вы представитесь, вы, как я понимаю, главный организатор этого мероприятия, да? Да, я главный организатор, меня зовут Даурен Ахонов, я являюсь самым старшим организатором этой КВНской лиги, как заместитель нашего директора Каната Дусманабеда. Хорошо, можете вкратце рассказать, что такое Жайдарман, часто ли это проводится и, в принципе, ознакомить зрителей с этим, можно сказать, видом искусства или с этой традицией? Ну, Жайдарман — это прямой потомок КВН, как начинал Александр Васильевич Масляков. Он в Казахстане появился года уже 15, наверное, больше. И это продвижение, можно сказать, он в областях, в городах, даже в поселках играется. Это у нас в Уральске очень хорошо развивается. Можете ли вы объяснить, чем может быть полезен именно Жайдарман как вид хобби, как вид деятельности для молодежи нашей страны? Ну, могу привести пример себя. Вот я когда первый раз начал играть, в простом мире я не смог говорить, складывать слова, простые слова я не смог складывать, и перед кем-то не смог, как сказать, выговорить свои идеи. А как вышел на сцену в Жайдармане, я играл целых 5 лет, потом после этого, я не знаю, стал говорить прям... Придает уверенность. Конечно, уверенность — это очень большое оружие, можно сказать. Это она придает, да. Ну, это очень полезно, я думаю. Спасибо за выделенное внимание. Но всем лайк.